Ақтөбеде арнайы операция кезінде лаңкестердің көзі жойылды. Терроризмге қарсы күрес штабы іздестіріліп жатқан қылмыскерлердің қаза тапқанын хабарлады. Сонымен қатар лаңкестердің бір сыбайласы да жан тапсырған. Қазір бізбен тікелей байланысқа өңірдегі тілшіміз Нұргүл Қонақбаева шығады. Нұргүл, тізгін өзіңде. Армысыздар, Астана. Бүгін Ақтөбеде арнайы операция жүргізілді. Қазір белгілі болғандай, іздеуде жүрген ұйымдастырушылардың бірі деген күдікті Дмитрий Таңатаров ауыр жарақаттанған. Ол Ақтөбенің Некрасов көшесіндегі міне біз қасында тұрған тұрғын үйде жасырынған. Соңғы мәліметтерге сәйкес ауруханаға жеткізілген күдіктінің бірі жан тапсырды. Оның кім екені әзірге белгісіз. Бүгінгі қылмыскерлерді құрықтау операциясы кезінде лаңкестер өз еркімен берілуден бас тартып оқ жаудырған. Қару-жарақтарыңды тапсырыңдар деген сөзге де құлақ аспаған. Нәтижесінде арнайы жасақ жүргізген ұстау операциясы кезінде пәтердегі 4 күдіктінің көзі жойылды. Уже отключать начали. Түнде алдымен электр қуатын өшіріп, газды тоқтатып тастады. Көп ұзамай арнайы жасақ келіп, бізді қауіпсіз жерге көшірді. Құқық қорғаушылардың лаңкестерге беріліңдер деп айқайлағанын естідім. Алайда қылмыскерлер бірден оқ атты. Әрине қатты қорықтық, бәрі сәтті өткеніне қуанып тұрмыз. Арнайы жасақ қызметкерлері тұрғындарды барынша қорғады. Рахмет дейміз. Сонымен бірге бүгін қаланың Мәскеу ауданы бөлігіндегі Мясоедова және Арынов көшелерінде де лаңкестердің жақтасы патрульдік полиция экипажына оқ атқан. Полицияның қарсы шабуылынан ол сол мезетте қаза тапты. Оқиға орнында полицияның 2 қызметкері жеңіл жарақат алған. Нұргүл, қазіргі қаладағы ахуал қандай? Яғни қазір қалада жағдай тыныш. Бүгінгі таңда полиция құрылымдары, күштік құрылымдар жағдайды қалыптандыру мақсатында жұмыстарын одан әрі жалғастырып жатыр. Жалпы сауда орындары бәрі қалыпты жұмыс жасап тұр. Қорытындылап айтсақ, осы 5 күн ішінде бір жақтасын қосқанда 18 қылмыскердің көзі жойылды, 2-і іздеуде жүр, 9-і ұсталды. Ақтөбеде террорлық қауіптің қызыл деңгейі әлі де сақтаулы. Мендегі бар ақпарат әзірге осы. Ғани. Рахмет, бізбен тікелей эфирде қосылған ақтөбелік тілшіміз Нұргүл Қонақбаева болатын.